Қаржыны бақылауға алу, шектеу қою және қауіпсіз шешімдер. Құмар ойынмен күресте ең маңызды майданның бірі қаржы. Өйткені эмоция қайта-қайта ойнауға итермелесе, ақша соны іске асыруға мүмкіндік береді. Сол себепті қаржыны бақылауға алу жай кеңес емес, нақты қорғаныс. Алдымен адам өз карталарына, қосымшаларына, тез аударым жасау мүмкіндіктеріне қарап шығуы керек. Қай жерден ақша кетіп жатқанын толық көру қажет. Егер өзіңді ұстай алмайтыныңды білсең, жалғыз сенімге сүйену жеткіліксіз. Мұнда алдын ала қойылған шектеу көмектеседі. Қазақстанда eGov Mobile арқылы құмар ойындарға қатысудан өз еркімен шектеу қою сервисі іске қосылды және кейін 10 жылға дейін ұзартуда. Бұл лицензияланған ойын алаңдары мен букмекерлік онлайн платформаларға кіруді шектеуге мүмкіндік береді. Екінші маңызды нәрсе – жоғалтқанды қайтару үшін қарыз алмау. Прокуратура деректерінде 150 борышкердің өз балаларына 350 миллион теңге қарыз бола тұрақ құмар ойындарға қатысқаны. Ал бір борышкердің 2,5 миллион теңге алимент қарызы бола тұра, букмекерлік кеңсе арқылы 80 миллион теңге айналым жасағаны көрсетілген. Бұл өте қатты мысал, бірақ ол бір шындықты ашып береді. Қарыз құмар ойынды тоқтатпайды, тек оны үлкейтеді. Сондықтан қауіпсіз шешім ақшаға бірден қол жеткізуді қиындату. Мысалы, карта лимитін төмендету, бір жақын адаммен қаржы бақылауын келісу, микронесие сервистерінен аулақ болу, айлықты келген күні бөлік қою. Қаржыны қорғау, өзінді қорғау. Өйткені кейде адам алдымен мінезін емес, қол жетімділікті шектеп барып қана өзіне ие бола бастайды.